істетіп алдың жұмысыңды, сөйттіңде ақшаларын бермей, бүтю бір тептің. Заграны тартып алғансың. Дұрыс па, бар ма онда иттер? Ол адамгершілікке жата ма ол? Ол иттік болады қажет. Қалай иттік болады? Ана бейшара қыстың күні тоңып, балшы келіп, кірпіш тасып жұмыс істеді да, оны үйде бала шағасы күтіп отыр, әкем жұмыс істеп жатыр деп. Сен келдің де не істедің? Бір тептің де ақшасыз. Лақтырдың. Содан бақытты болам дейсің ба? Солардың ақысы сені тыныш ұйықтата алады деп ойлайсың ба? Ешқашан. Не ұйықтай алмайсың, не өзің ауру боласың, не балаң ауру. Алла ананы бір жерден шығармайынша сен дүниеден алмайды. Аналардың ақысын бар ғой, сенің бір жерінен тесіп шығармайынша сені дүниеден алмайды Алла Тағала. Біреудің ақысын жеп, бақытты болып, бай болып кетем деп ойламай ақ қойыңыздар. Бір күні тоңқалақ астырады Алла Тағала.